Қараша. Екінші күн. Так, қосып алайық. Оған дейін сіздер микрофондарыңызды қосып алыңыздар. Чатқа жазыңыздар, қосылмай жатқан болса. Так, қазір чатқа жазып отырыңыздар, кім қай қаладан. Так. Дауыс естілмей тұрғандар. Мына сөйлем көрініп тұрма сіздерге? Дыбыс естілмей тұрғандар, вызов по интернету деген сөздің үстіне басу керек. Сәлем, Оразгүл Мұсабаева. Құрметті оқушылар, қосылғаннан кейін микрофон белгісінің үстіне басасыздар. Сосын вызов интернету деген сөз, вызов по интернету деген сөз болу керек. Сол сөздің үстіне басу керек, сол кезде дауыс шығады. Құрметті оқушылар, қосылғаннан кейін микрофонның белгісі шығады. Сол микрофонның үстіне бассаңыздар, вызов по интернету деген сөз бар. Сол сөздің үстіне басу керек. Так, қазір қосылып алсын, чатқа қарап қояйық. Негізінде біз чатпен жұмыс жасаймыз тек қана. Сондықтан чатқа жазыңыздар, қандай да бір мәселе болатын болса. Қазір тағы да бір 2 минут күтейік, сосын бастап кетеміз. Жарай ма? Оған дейін сізде чатқа қай қаладан екендіктеріңізді, қай пәнді таңдап жатқандарыңызды, қай мамандықты таңдап жатқандарыңызды жазсаңыздар болады. Сосын есімдеріңізді өзгертіп қойыңыздар, есімдеріңізді. Біреулер өзінің телефонның аты тұр. Салмасындар ма? Жақсы, дауысым естіліп тұр ғой, ә? Дауыс естіліп тұр ма? Нормально. Так, чатқа назар аударып қояйық. Дауыс естіліп тұр дейді. Барлығы жақсы. Енді группаға тастадым мен дауыс шықпай жатқандарға қалай көмек беру керектігі туралы. Енді дауыс естіліп тұрған болса, біз бастай береміз. Сәлеметсіңдер ме? Жақсы, бүгін тағы да бір нені қосатын боламыз, тағы да бір вариантты талдаймыз. Запись кетіп жатыр. Чатқа қарап тұрамыз. Хорошо. Видео нелеріңді өшірсеңдер болады, оқушылар. Видеоларыңды өшіре беріңдер. Өйткені басқа оқушылар интернеттер қата бастайды сендердің видеоларыңды загрузить етеміз деп. Түсініп жатсыңдар ғой, ә? Сондықтан да басқа біреуге кедергі келтірмей қояйық. Видео белгісінің үстіне бассаңыздар, видеоның үстіне X шығады. Яғни X деген бұл сіздің видеоңыз көрсетілмей тұр деген. Сондықтан өтініш сіздерден видеоларыңызды өшіріп қойсаңыздар, басқалардың нелеріне
шыпайға кедергі болмасын. Мына жерде қараңыздаршы, Нилуфар деген қыз, Айдана, Салтанат деген қыздар мен айтқанымды орындамай жатыр ғой. Қалай не қыламыз оларға? Оларға кейіннен түсіндіре беремін енді, мейлі. Принятты басып жіберейін. Сонымен бастаймыз. 1270 нұсқа. Жаңа логикалық амал бізде мынандай екен. Яғни А мен Б-ның арасындағы мынандай логикалық амалдың несі, арифметикалық көрінісі, А-ның квадратын аламыз, Б-ның квадратын аламыз, екеуін бір-біріне қосамыз және А-ны Б-ны не істейміз, азайтады екенбіз. Енді орнына қоя салайық. А-ның орнында не тұр бізде? 4 тұр. В-ның орнында не тұр? 2 тұр, иә. Сондықтан да А-ның мына жақтағы А-ның орнына 4-ті, В-ның орнына 2-ні қойып есептеймін. 4-тің квадраты қосамын, 2-нің квадраты бөлшек сызығы 4 азайту 2. Өйткені А-ның орнында 4, Б-ның орнында 2 тұр, сондықтан 4 азайту 2. 4-тің квадрат дегеніміз 4-ті 4-ке көбейт деген, е? Ол 16 болады. 2-нің квадраты 4, 16-ға 4-ті қоссақ 20 болады. 4-тен 2-ні азайтсақ 2 болады. 20-ны 2-ге бөлсек қанша болады? 10 болады, е? Бұл есеп енді өте оңай есеп, разминкаға болды. А-ның орнына 4-ті, Б-ның орнына 2-ні. Егерде наоборот болып қалса ше, 2 мына жерде, 4 мына жерде болып қалса, ол кезде қалай есептейміз? Мынандай болса да, 2-де 4 болатын болса, қалай есептейміз? Қол көтергендер болса, соларға не берейік? Қол көтеріп жатқандар бар ма? Хорошо, Гүлназым, микрофоныңызды қосып, мұнаны қалай есептейміз, соны айтсаңыз. Гүлназым? 2-де 4 қалай есептелінеді? Мен даусым естіліп тұрма сізге, Гүлназым? Сымбат мейлі. Гүлназым шығып кетті ау деймін. Сымбат, сіз қосылдыңыз. Микрофоныңызды қосып айта беріңіз. Гүлназым, сіздің де микрофоныңыз қосылып тұр ғой? Иә, саламатсыз ба ағай? Саламатсыз. 2-де 4 қалай есептелінеді? Бұл жерде 2-нің квадратын 4 болғанда, 4-тің квадраты 16 болғанда, бұл жерде минус болғанда, бұл жерде минус 12 шыға ма? 4-тің квадраты. 2-ден 4 азайтса қанша болады? Мына жерге не жазам? 2-ден 2 азайту 4 деп жазам, иә? Иә. Сонда жоғарыда не болды? Жоғарыда 20 бөлінген минус 2. Ол қанша болады? Минус 10. Минус 10 болады, дұрыс? Минус 10 болады екен, минус 12 дедіңіз ба сіз? Жаңа шәтелесіп кеттім. Жақсы. Шәтелессеңіз, онда жақсы. Біз келесі есепке өте береміз. Рахмет, микрофоныңызды өшірсеңіз болады. Так, келесі есептерге де қатысып отырыңыздар, құрметті біздің оқушылар. Жаңа логикалық амал мынандай түрде берілген екен. Бұны кім есептей алады? Ал, мейлі, осыған да не алып қояйық. Қол көтергендер болса, қосамын, кім есептейді осыны? Жаңа логикалық амал мынандай белгіде болады екен. Солай. Жығып жатыр ғой деді. Я звукты өшіріп қойғанмын ғой бұл жерде. Звукты өшіргенмін. Бізде Бексұлтан, қоссаңыз болады. Қол көтеріп жатқандарға қосып жатырмын. Бексұлтан, қоссаңыз болады сіз. Алло. Айта беріңіз, Бексұлтан. 10-да 6 қалай есептелінеді? Ағай, мен шығып кеттім о, түсінбедім о. Сіз қол көтеріп жатқанға мен... Даусыңыз естіліп тұр ғой, сіз қол көтеріп жатқанға мен не істеп жатыр ма деп тұрмын ғой, жауап берейін деп жатыр ма деп. Қазір Дариғаға қоса салайын. Сіз бағана түсіндіріп жатыр едіңіз. Все, өшіре беріңіз. Өшіре беріңіз. Дариға. Саламатсыз ағай. Мынаны қалай есептейміз? Бұл есепте бірінші бізде А-ның орнына 10, Б-ның орнына 6 тұр да. Сондықтан мына жақта А мен Б-ның үстіңгі бөлігінде көбейтіп аламыз, астыңғы бөлігінде алымында көбейтіп аламыз. Ал бөлімінде түбір асты 16 болады екен қосқан кезде. Сосын жауабы
10 мен 6-ның көбейтіндісі. Қанша болады? 10 мен 6-ның көбейтіндісі 60, 10 мен 6-ның қосындысы 4. Түбір астан 16 4 болып шығады. Тоқтаңыз. 10 мен 6-ның қосындысы қанша? 16. 16. Аха. Аха. Енді Жоғарыда 60 асты 4 болады. Қалай 4 шықты? 16 түбір астан 4 болып шығады. Жақсы. 4-тің квадраты 16 болғаны үшін түбір асты 16-тан 4 шығады. 64-ке бөлсек қанша болады? 15. 15. Жақсы, Дариға. Жарайсыз. Микрофоныңызды өшіре беріңіз, біз келесі есепке өтеміз. Осылай қатысып отырыңыздар, микрофондарыңызды қосасыздар, өшіресіздер, осылай. Сосын тақтаға сызбаңыздаршы, өтініш. Қолдарыңызды түсіре беріңіздер. Все. Үшінші есеп. Принтер бір бет қағазды 3 секундта басып шығарады. Осы принтерде 3 минутта қанша бет қағазды басып шығаруға болатынын анықтаңыз. Енді бірінші 3 минутта қанша секунд бар екенін тауып алайық. 3 минутта бізде 3 минутты 60-ға көбейтем, я? 60-ға көбейтсем қанша секунд болады? 180 секунд болады. Енді әр 3 секундта біреуін шығарса, 180-ді 3-ке бөле саламын. 180 секундты 3 секундқа біреу кетсе, сонда 180 секундта 60 дана бет шығаруға болады екен. Дұрыс қой? Енді бұл өте оңай есеп, бұл үшеуі де өте оңай есептер. Сондықтан бұған енді аса бір қажетті көңіл аударудың қажеті жоқ. Түсінікті болса, түсінікті деп жазып қойыңыздар чатқа. Ал мен келесі 4-ші есепке өтемін. Так, графиктер. Кейбір оқушылар осы графикті көрген кезде төбе шашы тік тұрады дей ма? Сондай графикті өте жек көретін оқушылар да бар, араларында сондай оқушылар болуы мүмкін. Ал біз көрейік. Төмендегі графикте жүргізушінің Астана қаласынан Көкшетау қаласына көлікпен жүріп өткен жылдамдығы берілген. Графикке қарап жылдамдықтың өзгеріс ауқымын. Негізі әрбір есепте өзі ключевой слово деген болады. Бізде қазір ең андай кілттік сөз ол өзгеріс ауқымы деген сөз. Осы терминнің мағынасын білу керек. Өзгеріс ауқымы бұл сандық қатар ішінде ең үлкен саннан ең кішкентай санды азайту керек. Түсініп жатсыздар ғой, сандық қатар ішінде ең үлкен саннан ең кішкентай санды азайтсаңыздар, ол өзгеріс ауқымын береді екен. Ал енді байқаңыздар, біздің график міне тұр. Графиктің километрлер көрсетілген, сандық қатар тұр мына жақта, жылдамдық деп тұр. Енді жылдамдықтағы біз үлкеннен кішкентайын азайтуымыз керек. Егер де жол деген кезде, біз ол жолдағы сандардың ең үлкеннен ең кішкентайын азайтуымыз керек. Жылдамдықты байқасаңыздар, ең үлкені бізде қанша болып тұр? Қазір 120 болып тұр, я? Қазір мына кімді қосып жіберейін, Абдыраман Нұрсұлтанды. Ең кішкентай бізде қанша? 40 болып тұр. Сондан 120-дан 40-ты азайтамыз. Қанша болады? 80 болады. Жауабы бізде не болады екен? 80 болады екен. Түсінікті ғой? Өзгеріс ауқымын түсіндіңіздер. Ал егер де жол болатын болса ше, өзгеріс ауқымы, жолдағы өзгеріс ауқымын есептеңіздер десе, қанша шығады? Кім айтады екен? Қол көтеріңіздер. 2 адам уже қол көтеріп тұр. Сымбатты қосайық. Сымбат, сіз даусыңызды қосып айта берсеңіз болады. Жолдағы өзгеріс ауқымын қалай есептейміз? Сымбат. Мөлдірді қосам. Мөлдір. Аха, саламатсыз ба, Сымбат? Мөлдір де қосылды. Жолды қалай есептейміз? Ең үлкеннен ең кішісін азайтамыз. 100-ден 10-ды азайтамыз. 90. 90 болады. Жарайсыз? Дұрыс? Дұрыс есептеңіз. Мөлдір дұрыс па? Мөлдір сізді де қостым. Мөлдір өшіріп қойыпты ғой. Мейлі, жақсы. Келесі есепке өте берейік. Есеп түсінікті шығар. Түсінікті болса чатқа жазып қойыңыздар, өтініш. Сіздердің чаттарыңыздан мен түсінікті, түсініксіз болып жатқанын білемін. Аға, микрофон қосылмай жатыр дейді Нұрсұлтан. Микрофон өзі қосылмайды сіздерде. Микрофонды мен өзім қол қосам деп қолды неғылам, басам. Сол кезде микрофондарыңыз қосылады. Қолды қалай көтереді дейді. Оразгүл, реакция деген бар төменде. Сол реакцияның үстіне бассаңыз, типа стикер ма, смайлик па, сондай бір не бар. Соның үстіне басасыздар, сол жерде не шығады андай. Қол белгісі, сосын ағай менікін қосын дейді Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, қол көтерсеңіздер, қосып жатырмын. Жарай ма? Қол көтеріңіздер, қосып тастаймыз. Келесі графикте Lenovo компьютерінің 7 жылдық сатылым мөлшері көрсетілген.
сатылым мөлшерінің арифметикалық ортасын табу керек. Енді байқасаңыздар, ключевой слово бұл жерде не болып тұр? Арифметикалық орта. Арифметикалық орта дегеніміз жиілік сан, сандық қатар ішіндегі жиіліктер санының қосындысын жиіліктер санына бөлу керек. Жиіліктердің қосындысын жиіліктер санына бөлу керек. Сонда бізде қазір сан қатарында жиіліктер дегеніміз мына әрқайсысы сан. Нүктеге сәйкес тұрған сандарды айтам деген біз. Так, 50, 150, 100, 250, так, 300, тағы да бір 150 бар екен, мына жерде. Сосын тағы да бір 50 бар екен. Енді калькуляторды пайдалануға болады. Пайдаланып көрейік. 50, сосын не дедім? 50-ден 2 бар, 100-ден 1 бар, сосын 150, барлығын қосып жатырмын. Оқушылар, барлығын қосып жатырмын. 150-ден 2 бар болды, сосын 250-ді, сосын 300-ді жазамын. Еш нәрсе қалып кеткен жоқ, бәрін қостым. 50-ден 2, 100-ден 1, 150-ден так, все. Барлығын қостым. 1050 болды бізде. Енді 1050-ді қаншаға бөлемін? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді 7 нүкте бар болғандығы үшін 7-ге бөлемін. 1050-ді 7-ге бөлеміз. 150 шығады екен. Е болды. Түсінікті ма? Есеп түсінікті болса жазып қойыңыздар неге? Чатқа түсінікті деп. Бұл есепке енді тағы да жалпылама қалай есеп? Несібелі жазбаңыз. Несібелі жазбаңызшы, өтініш. Сұрақ құрастыруға болады екен қазір. Сұрақ. Так, мына жерге дейін болсын. Аралық мына жерге дейін ғана. Мына жақтағы 3 нүкте жоқ. Осы мына нүкте кіреді. Арифметикалық ортасын табу керек. Қол көтерсеңіздер, қосатын боламын. Так, Нұрсұлтанды қосып көрейік кән. Нұрсұлтан мені қосыңызшы деген еді. Нұрсұлтан, микрофоныңызды қоссаңыз болады. Жақсы. Так, бұл жерде 50, 50-ге 100-ді қосамыз 150, 150-ге 150-ді қосамыз 300, 300-ге 250-ді қосамыз 550, так, 550-ді 1, 2, 3, 4-ге бөлсек, қазір 4-ге бөлсек, так, 50-ден береміз. Калькуляторды аша салайын ба? Аша салыңыз, 550 4-ге бөлсек. 550 бөлінген 4. 137,5 болады екен, Жақсы, дұрыс, Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, сіз кешегі Нұрсұлтансыз ғой, біздің сабаққа қатысты? Жақсы, керемет, молодец. Кеше өте жақсы есептер шығарып бастағанбыз Нұрсұлтанмен. Жақсы, микрофоныңызды өшіре берсеңіз болады. Басқа оқушыларға да не берейік, шанс берейік. Так, келесі есеп түсінікті шығар енді, қалай тапқандығымыз. Арифметикалық орта деген. Біз әзірге не біліп жатырмыз? Арифметикалық ортаны білдік. Өзгеріс ауқым деген нәрсені білдік. Не екендігін, үлкеннен кішкентайдан азайды дегенбіз, ауқым деген сөзден. Так, сосын нені білдік? Мына жерде енді жаңа логикалық амалдарды қалай пайдалану керектігін білдік. Сосын енді мына оңай нәрсе, 4-ші класстың есебі 3-ші болып тұрған. Бұған енді аса бір маңызды бір ой аудартудың қажеті жоқ. Енді мынау енді шамал қиындау болады. Факториал деген белгі. Енді өткен болсаңыздар жақсы, өтпеген болсаңыздар факториал деген белгі мынау леп белгісімен белгіленеді. Мысалға 4 факториал қаншаға тең? 4 факториал дегеніміз 4-ке дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі. 1, 2, 3 және 4. Мыналардың барлығын көбейтсеңіз қанша болады? 1-ге 2, 2, 2-ге 3, 6, 6-ға 4 көбейтсек 24 болады. Яғни 4 факториалымыз бізде қанша? 24. Мына жерде не дейді? Ол факториал дейді. Ол факториал дегеніміз енді 1-ден 10-ға дейінгі сандарды көбейтесің дейді. Соның жауабын табасың дейді. Сосын астында 9-ға дейінгі сандарды көбейтесің дейді. Оның жауабын табасың. Сосын мынаған бөлесің, потом 5-ті қосасың, сол кезде А шығады дейді. Сол А-ны тауып болғаннан кейін сол А-ға тағы да 5-ті қосасың, кейін барып жауаптан табасың дейді. Түсінікті ғой, факториалды түсіндірдім. Мына жердегі нені түсіндірдім, қалай табу керектігін. Енді бұл жерде факториалдың бір қасиеті бар.
Енді байқасаңыздар, мен қазір мынандай 10-ға дейінгі сандарды сіздерге жазып көрсете салайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сіздерге қазір қол көтеріп жатқандар, бір отдельно бір есеп беремін, сол кезде жауап бересіздер, хорошо? 9, 10. Түсініп тұрмын, сіздердің түсініп тұрғандарыңызды түсініп тұрмын. 9-ға дейін, қазір қараңыздар, 10 факториал, 10-ға дейінгі сандарды көбейттім. Астында бөлімінде не тұр? 9 факториал, яғни 9-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. 9-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. 7, 8 және 9. Мен тек қана мына жерді ғана есептеп жатырмын әзірге. Енді мынандай бір қасиет бар. Мысалға 4 көбейту 3, 4 көбейту 6 болса, 4 пен 4-ті қысқартып жіберуге болады, 3 пен 6-ты қысқартып жіберіп, 2-ден 1 деп жазамыз. Солай, мына жерде 1-ден 9-ға дейінгі сандар мен бөліміндегі 1-ден 9-ға дейінгі сандарды қысқартып жіберуге болады. Өйткені арасында көбейту тұр, тура осылай секілді, 4 пен 4-ті қысқартқан секілді. Оларды не істедім? 9-ға дейінгі мен 9-ға дейінгіні қысқартып тастадым. Тек қана не қалады екен? 10 қалады екен. Яғни мына жерде 10 қалды. 10-ға 5-ті қосамын, 15 болды. Яғни А деген санымыз, А деген сан бізде қанша екен? 15 екен. Енді 15-ке 5-ті қоссақ қанша болады? 20 болады екен. Түсінікті ма? Факториал жаздым, 10 факториалды. Төменгі бөлігіне 9 факториал жаздым. Енді 1 мен 1 қысқарады, 2 мен 2 қысқарады деп айтып отырған жоқпын. Енді сіздер 11 класстар барлығын бірдей қысқартып жібердім. Қазір 1-ден 9-ға дейін нені шығарсам да, астындағы мен қысқарып кетеді екен. Так, түсінікті болса, тағы да бір нәрсені айтып кетейін. Сіздерге факториал туралы мәлімет 0 факториал деген бар. 0 факториал әрдайым 1-ге тең. Енді бірақ не үшін 1-ге тең екенін точно мен айта алмаймын. Бірақ та 0 факториалды 1-ге тең дейді. 0-ге дейінгі сандары өзі жоқ. 0 ғана. 0 жазбасақ та болады. Бірақ та білмеймін, 0 факториалды 1-ге тең деп солай қабылдап алған екен. Осылай, мынау тұра берсін, чтобы сіздерге қазір шпаргалка болады. Сіздерге есеп беремін. Есеп мынандай. Қолдарыңызды көтересіздер, мен біреуді қосам. 8 факториал, 6 факториал, азайту 3 тең қанша? Таба беріңіздер, мен қазір су ішіп алайын. Так, 11 адам бізде қолдарын көтеріп тұрған екен. Кімді таңдасам екен? Нұрсая. Төменде ең бірінші көтерген Нұрсая екен. Нұрсая, сіздің даусыңыз, микрофоныңыз қоссаңыз болады. 8 факториал қанша шықты жауап? 8 факториал жоғарыға жазамыз. 1, 2 көбейту 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп. Бөліміне мына жерде 8-ге дейін бар деп ойлайық, 1, 6, 7, 8-ге дейін бар деп ойлаймыз, хорошо? Астына 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, төменгі бөлігінде, қазір басқа түспен белгілемесем. Төменгі бөлігінде 1-ден қаншаға дейін? 6-ға дейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға дейін бар. Хорошо, сосын не істейміз? Алымындағы 6-ға дейінгі сандар мен бөліміндегі 6-ға дейінгі сандарды қысқартамыз. Дұрыс. 7 мен 8 қалды. Не істейміз оларды? 7 мен 8-дің көбейтіндісі 56, 56-ны азайтамыз 3-тен. Сонда 53 шығады. 53 болады. Дұрыс есептедіңіз. Басқалар да осылай есептеді деп ойлаймын. Рахмет. Микрофоныңызды өшіре беріңіз. Басқалар да осылай есептеді ғой, түсінікті шығар. Факториал туралы мәліметтерді түсініп алдыңыздар, Сонымен біз өшірейік, Аружанды қосып жіберейік. 33 адам тамашалап жатқан екен, өте жақсы көрсеткіш. Кеше 15 адам ғана көрсетіп жатқан еді бізді. Өтініш, мынаған сызбаңыздар. Мынаны сіздер сызғандарыңызды мен өшіре аламын ба, өшіре алмаймын ба? Негізі өшіре аламын ба? Так, көрейікші қазір. Так. Жоқ, өшіре алмайды екен.
Өздеріңіз өшіріңіздерші жазғандарыңызды. Мына жерде қызылмен біреу жазды, жаңағыдай кім жазды? Көкпен біреу жазды. Өздеріңіз өшіріп тастай салыңыздар. Келесі 7-ші есепке өтеміз. Ботаға 1000 граммнан кем мөлшерде құлпынай сатып алу керек болды. Базарда жемістерді тек жәшікпен сатады екен. Оған қандай жәшіктерді таңдап алу тиімді екенін анықтаңыз депті. Кішкентай жәшік 250 грамм 70 теңге екен. Үлкен жәшік 400 грамм 105 теңгелік екен. Бұл жерде 10 адам қолын көтеріп тұр. Мейлі біреуіне қосып көрейік, өздеріңіз жауап беріп көресіздер. Рабиға, сіз қосылдыңыз, микрофоныңызды қосып, мына есепті қалай шығару керектігін бізге түсіндіріп беріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Бұл жерде ботаға 100 граммнан кем мөлшерде құлпынай сатып алу керек болған. 1000. Сол мына жердегі тәсілдерді пайдаланып, сол 1000 мөлшерден кем мөлшерді табу керек. Мен С тәсілін таңдаймын. Себебі 250. Себебі анау тұрған екі кішкентай, ол 250 грамм. 250-ге 250-ді қосқан кезде 500 болады. Ал мына жерде үлкен жәшік, ол 400 грамм. Сондықтан екеуін қосқанда 900. Мыңнан төмен шықты, ә? Иә. Бірақ бағасын көрейікші. Бағасы қанша болды? Мынау 105 теңге. Мына екеуі 70 теңгеден 140 теңге. Екеуін бір-біріне қосса қанша болады? 245 теңге болады. Иә. Сіз басқаларды есептеп қойдыңыз ба? Рабиға, басқаларын есептедіңіз ба, әлде тек қана осыны ғана ала салдыңыз ба? Тек осыны алдым. Жоқ, енді қараңыз. Атасылын көрейік. 400 граммнан, мына екеу, иә? 800 грамм, бұл да 1000-нан төмен. Енді 105-тен екеуі қанша болады? 210 болады. Әзірге біз атасыл бізге тиімді. Өйткені мынау 245 теңге еді. Мынау қазір 210. Сіздің тәсіліңіз қазір тиімсіз болып қалды. Мен мынаны белгілейін десем, мына екеуін әлі тексерген жоқпын. Мынаны тексеріп көрейік, Б тәсілін. Мынау 400 грамм, мынау кішкентай 250 грамм, екеуін қосқан кезде 650 грамм, 1000-нан төмен. Дұрыс, бірінші шартты қанағаттандырып тұр. Енді қалған шарт мынау екеуінен төмен болу керек. Біреуі 105 теңге, екіншісі 70 теңге. Екеуін бір-біріне қоссам 175 теңге. 175 теңге. Яғни мына екеуінен де төмен екен, ә, Рабиға? Екеуінен төмен екен. Енді мынаны тексеріп көре салайық, өйткені барған сайын төмендеп баратырмыз. Мынадан үшеу 70 теңгеліктен үшеу 210 теңге болады. Мынау грамм қанша болса да 175-тен үлкен болғандығы үшін граммды есептемей қояйын, иә? Өйткені 70-тің үшеуі уже 210, 175-тен үлкен болып тұр. Сонда Б тәсілі бізде не болады? Жауабы болады екен, иә? Түсінікті ғой? Бексұлтан, бұл емес жауап. Мынау Б тәсілі болады ғой. Мынау 210 теңге болды. Мынау бізде 175 теңге болды. Сонымен Б тәсілі, яғни ол А вариантында тұр. Б тәсілі деген. Түсінікті ғой? Есеп түсінікті болса, чатқа кәнеке жазып қояйық. Түсінікті деп біздің уақытымыз әзірге. Уақыт қанша болды? Уақыт жарты сағатта болыпты. Қанша есеп жасадық? 7 есеп орындаппыз. Сіздерге мен есеп беруім керек еді. Мейлі қазір 8-ші есепті көрейік. Егерде 8-ші есеп біздің факториалдардың есептері. Жарайды, 8-ші есепті тез орындайсыздар және қолдарыңызды көтересіздер. Мен арасынан енді ең бірінші, ең екінші демеймін, қатыспай отырған адамды қатыстыратын боламын. Хорошо? Мына факториалды есептеңіздер. 5 факториал азайту 4 факториал қосу 6 факториал бөлінген 3 факториал. Микрофондарыңызды өшіріңіздер. Мен жаңылде кімдерді қосқан ем, солар микрофондарыңызды өшіріңіздер. Мынаны орындаңыздар, мен қазір кіремін. Бір минуттай болмаймын, хорошо? Сіздер оған дейін есептеп қойыңыздар.
Мен кірдім. Жақсы. Қол көтеріп жатқандардың ішіне Жаңылай Лесбаеваны қосайын. Оразгүл Нұрсая, Нұрсұлтан Бағдәулет Сымбатов, рахмет. Жаңылай Лесбаева, сіздің микрофоныңызды қоссаңыз болады. Саламатсыз ба? Саламатсыз, қалай есептедіңіз? Өзі берілгенде 5 факториал, азайтылған 4 факториал, қосылған 6 факториал, бөлеміз 3 факториалға, я. Енді мен былай есептеп алдым. 6 факториал мен 3 факториал қысқартамда, 6 факториалда 3 факториал қалады. Қалай қысқарт? Арасы көбейту емес қой, бәңгілде көбейту еді. Қазір енді қосу болып тұр. Қысқартуға болмайды ол кезде. Е? Иә. Бұл жерде енді көбейту болмағаннан кейін барлығын орындаймыз. Басқа вариант жоқ. 5 факториалды есептейміз. 5 факториал дегеніміз 1, 2, 3, 5-ке дейін. 5. Бексұлтан жазбаңызшы, өтініш жазбаңызшы. 5 факториал бізде 60 болады. Так, 2-ге 3-ті көбейтемін 6, 6-ны 4-ке көбейтемін 24. 24-ті 5-ке көбейтемін 120 болады. 120 болады, е? Жақсы. Қолдарыңызды түсіре беріңіздер. Жаңылаймен ғана сөйлесемін. Қолдарыңызды түсіре беріңіздер. 4 факториалымыз бізде 64 болады. Қазір 120 екен жазып қойын. 120. 4 факториал бізде 64 болды, е? Жоқ. 24 болды ма? Иә, 24 болды. 24 болды. Сосын 6 факториал қанша дедіңіз? 120, 6-ға. 720 бола ма? 720 болады. 3 факториалымыз? 3 факториалымыз 6 болады. 3 факториал 6 болады. Енді бәрін 6-ға қысқартып жіберейін, е? Мына енді әйтпесе, олай миды ашытпай қойып, 120-дан 24-ті азайтамыз. Қанша болады? Калькуляторды аша салайын. 120 азайту 24, қосамыз 720. Қанша болады екен? 816. 816. Оны қаншаға бөлемін енді? 6-ға. 6-ға бөлеміз. Қанша болады екен? 136. 136. Түсінікті ғой? Сіздердің осы жерде қателесіп кетесіздер ау деп өзім негізі ойлаған. Рахмет, микрофоныңызды өшіре беріңіз. Так. Көбейту болған кезде ғана оқушылар қысқартуға болады. Ал қосу болған кезде, азайту болған кезде қысқартпайсыздар, хорошо? 136 деп біреу белгілеген екен. Дұрыс 136, дұрыс жауап болады. Түсінікті ғой, қателеріңізді көріп алдыңыздар. Бізде 5 минуттай уақыт қалды. 9-шы есепті шығарып жібереміз. Сосын 10 минут үзіліс болады. 10 минут үзілістен кейін тағы да 2-ші 40 минутта кіреміз, хорошо? Бізді тамашалап жатқан 29 адам екен. Так. Кестеде топтағы адамдардың жастары көрсетілген. Егер бір жұлдызша белгісі адам санын көрсетсе, онда барлық ұлдардың жастарының арифметикалық ортасын табыңыз. Арифметикалық орта. Арифметикалық орта дегеніміз жиіліктерді қосып, жиіліктер санына бөлу керек. Ұлдар. 18 жасар ұлдардан қаншауы бар екен? 3-еуі бар екен, не? Яғни 18-ді мен 3-ке бірінші көбейтіп алайын. Жалпы бұлардың саны 30, 24, 54 болады. Мына жерде 20 жасар ұлдардан қаншауы бар екен? 3-еуі бар екен. Яғни 20-ны 3-ке көбейтіп 60 десем болады, е? Енді 60 пен 54-ті қосайын, 114 болады. Жиіліктердің қосындысы 114 болды. Яғни 18-ге 18-ді, оған тағы да 18-ді қостым. Мынаның әрқайсысы арифметикалық ортаның мүшелері ғой. Және жиілік мүшелері. 20-ға 20-ны қостым, сосын тағы да 20, сосын тағы да 20, кейін екеуін қосып жібердім. Сонда барлығы 114 болды. Енді 114-ті қаншаға бөлемін? 6-ға бөлемін. Нұрсұлтан бізде уже 19 деп белгілеп қойыпты. Көрейік, 114-ті 6-ға бөлеміз, тең 19 берсек 54. Я, дұрыс. 19 болды екен. Нұрсұлтан дұрыс белгілепсіз. Негізінде не алмаңыздаршы, сызбаңыздаршы, хорошо? Сіздердің дұрыс белгілегендеріңізді мен білемін. Қазір дұрыс жауап беріп жатқандар Нұрсұлтан, тағы да кім бар еді? Дариға деген қыздар, Жаналия деген қыздар. Жақсы, түсінесіздер, білесіздер, білемін. Бірақ та кедергі жасамаңыздар сабақ өтуге, хорошо?
Бізде 3 минуттай уақыт қалды. Тағы да бір есепті шығарып жіберге болады. Түсінікті ғой? Түсінікті болса чатқа жазып қойыңыздар. Келесі 10-шы сұраққа өтеміз. Ерғанат, мынау сіздің неңіз. Жазбаңызшы. Ерғанат, жазбаймыз, өтініш. Мен не істеймін? Оны алып тастайын ба жазуды? Келесі неде осы жазуының несін алып тастайыншы. Сұрақ белгісінің орындағы санды анықтаңыз дейді. Так, кім тапты? Тапқан адам қол көтерсін, соны қосам. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қоямыз? 2-де 50 минутымыз қалды. Қол көтерген адамды қосатын боламын. Сымбат пен Бағдаулет. Бағдаулетті қосып көрейік мейлі. Бағдаулет, микрофоныңызды қоссаңыз болады. Жиырма қосу 10 қосу 30 бөлеміз 10-ға. Аха, сонда 6 шығады. 12 қосу 13 қосу 17 бөлеміз 7. Мына жерде 10-ға бөлдіңіз ғой, Бағдаулет. Мына жерде 10-ға бөлдіңіз, мына жерде 7-ге бөліп жатсыз. Ол қалай? 3-есе келмейді. 3 басқа вариант жоқ сияқты. 3-ке 10-ға, сосын 10-ға, сосын 7-ге, сосын 4-ке бөлесіз ғой. Арасы 3 болады ғой. Арифметика прогрессия сияқты. Қосып көрейік. 36 болады. Так, 36-ны 36 болма? Так, 19-ға 5, 24, 24-ке 12. Иә, 36, 36-ны 4-ке бөлсек, қанша болады? 9 болады. 9 болады. Басқа вариант жоқ ау деймін, мен кеше осы есепті көргенім. Жақсы, дұрыс. Негізі 9 шығады. Бірақ та басқа бір вариант болып тұр. Негізі ол вариант... Басқа. Иә, сіз микрофоныңызды өшіре беріңіз. Сіздің вариантыңыз да өте керемет екен, әдемі. Жақсы, рахмет. Сымбат қол көтеріп тұр, Сымбатты қосып көрейін, өйткені ол басқа вариантты білуі мүмкін. Сымбат, сіз басқа вариантты білесіз ба? Қалай шығаруға болады тағы да? Бағдаулеттікін көрдіңіз, мыналарды қосасыз, бірінші 10-ға бөлдіңіз, қосасыз ағай 7-ге бөлесіз, сосын қосып 4-ке бөлесіз. 3 азайтып бара береді дейді. Сіз қалай дейсіз, Сымбат? Басқа варианты бар ма тағы да? Сымбат? Менше минуты деді. 1 минуттан астам төмен уақыт қалды. Мен бұлай істедім. 20-ға 10-ды қостым 30, 30-ға 30-ды қостым 60. 60 қой. 6 мен 0-ді қосып жібердім, 6 болды. 6 мен 0-ді қостым. Мыналарды қосамыз. 12-ке 13, 25, 25-ке 17, 25-ке 17, 42 болады. 42-дегі 4 пен 2-ні қосып жібердім, 6 болады. Мына жерде 19-ға 5, 24, 24-ке 12, 36, 3 пен 6-ны қостым, 9 болады. Түсінікті ғой, барлығында бір нәрсе қайталанып жатыр да. Сізде енді 17, 4 болып жатыр, менде барлығында бір не болып жатыр. Өздеріңіздің ыңғайлысын аласыздар. Сонымен бізде Zoom аяқталды. Келесі Zoom-ды 10 минуттан кейін жалғастыратын боламыз. WhatsApp чатқа тастайтын боламыз ссылкасын. Хорошо? Жақсы? Қош, сау болыңыздар әзірге.